Шатырдағы әйел әңгімесінің жалғасы. Тоқта құрмаш, тоқта дейді. Бір минутта кідіргім жоқ. Үйге қарай асығып барам. Барлығын анама айтып бергім келеді. Тіл ащы әйелдердің жазасын шешем беру керек деймін, іштей булығып. Неге анама араша түсіп, ана өсекшілердің аузын жаппадым деп өзімнің жақсықтығыма және жыным келіп отыр. Анар мені орта жолда қуып жетіп алды. Ентігіп бас алмай, жыламашы, құрман, жыламашы деп мені бас салып құшақтады. Аналар айтқандай, мамам жаман адам емес, саған жаманшылығы жоқ деймін даусым дір-дір етіп. Әрине, тәтем жақсы адам, қазір өмір сүру қиын ғой, ақшаны үнемдеу үшін, бізге тамақ алу үшін маған Нұргүлдің формасын кигізеді. Онда тұрған ештеңе де жоқ. Нұргүлдің денесі менен үлкен ғой, оның былтырғы киімдері маған шақ. Егер Нұргүлдің бойы менен кіші болғанда, менің киімімді ол киетін еді, деп Анар жылы шыраймен езу тартты. Иә дегендей басымды изеп Анарды мен де құшақтай түстім. Бір кезде көз жасымды сүртіп Бөле әпкеме қарасам, үстіндегі Нұргүлдің былтырғы мектеп формасының өңі кетіп қалыпты. Кітапханашы апайдың сөзі есіме қайта түсіп, көзіме тағы да жас үйірілді. Анар, келесі оқу жылында мамам саған міндетті түрде жаңа киім кешек алып береді. Сөмкең де жап-жаңа болады дедім, жылай bazды. Әрине алып береді, тек сен тәтеме кітапханадағы әңгімелерді айтпа. Айтпаймын деп уәде бер. Әпкем мені тағы да құшағына алды. Көзді ашып жұмғанша оқу жылы аяқталды. Мен 6-шы, Нұргүл мен Анар 8-ші сыныпты бітірді. Алда ең ұзақ жазғы демалыс. 1 қыркүйектен кейінгі оқиғадан соң үлкендердің Анарға деген көзқарасын бақылаумен болдым. Әжемнің Анарға деген салқын қабағынан биыл да жаңа мектеп формасын алып бермейтінін аңғардым. Сол жазда ауылға Талдықорғаннан темір-терсек алатындар келе бастаған. Олар алюминийдің келісін 20, мыстың әр келісін 50 теңгеге беретін. Ауылға бала біткен совхоздың ескі гараждарынан бастап құл-қоқысқа дейін қопарып алюминий мен мыс жинауға кірісіп кеткен. Биыл Анар қайткен күнде де 1 қыркүйекке жаңа формамен баруы тиіс. Жалынып жүріп Бөле әпкемді темір-терсек жинауға көндіріп алдым. Нұргүл бізге қосылған жоқ. Ол анама ілесіп, Үштөбеден келген корейлердің жуасын шөптеуге кірісіп кетті. Анар екеуміз жазғы жұмысымыз ауыр болған жоқ. Мамам мен Нұргүл сияқты шыжыған күннің астында арам шөппен алыспаймыз. Түске дейін темір-терсек іздейміз, кешке таяу үйге ораламыз. Мен бір еміп қоймасын деп табын келмей бұзуларды іздеуге шығамын. Ал Анар кешкі тамақты әзірлеуге кірісетін. Ауыл аймақ болып қу темірдің соңына түскесін көп кешікпей жердегіні тауыстық. Бірақ ешкімнің миына кіріп шықпаған ой маған келді. Ол жылдары электр жарығы мүлдем өшіп қалған. Аудан орталығы Қапалдың өзі де жарықсыз қалған еді. Бағанағыларды сым темірлерді алу керек дедім бір күні Анарға құпия жоспарымды ортаға салып. Ол бірден келісе қоймады. Бәрібір сым темірлер бағанада бос ілініп тұр. Басқалар сыпырып кетпей тұрғанда алып алайық деп қояр да қоймай ақыры көндірдім. Бірақ бағаналарға сен емес мен шығамын деп шарт қойды Бөле әпке. Ондағысы биіктен құлап бір жерін жарақаттап алама деп алаңдағаны ғой. Менің ойым Анардың соры болды. Биік бағанадан құлап жамбасын сындырды. Анарға ота жас сүгірінде жасалынды. Онысы дұрыс жасалмай Бейбақ әпкем Талдықорғандағы облыстық ауруханада тағы да пышаққа түсті. Сол кезде жындыханада жатқан Шекер апай кенеттен дүние салды. Өз жанымен әуре болып жатқан Анар шешесімен қоштаса алмады. Қара жамылған Анардың көңілін аз да болса көтеру үшін оның жаңа мектеп формасы үшін жаздай темір терумен болдым. Үйдегі су тасып жүрген 2 дюрал алюминий флакты ұрлап алып шығып сатып та жібердім. Оным үшін шешемнен оңбай таяқ та жедім. Туған бауырымдай жақсы көретін Бөлеме қуаныш сыйлай алмадым. Талдықорғанда ұзақ емделген Анар алдағы оқу жылына тағы да Нұргүлдің ескі киімін киіп барды. Анарды үйге ертіп келгенімде әйелім мен үлкен қызым жақтыра қоймады. Дастархан басында отырмыз. Кіші қызым Гүлбахар әр нәрсені бір айтып отырғаны болмаса, басқа ешқайсымыз тіс жарғанымыз жоқ. Келіншегім сәлден соң қыздарды ертіп басқа бөлмеге кетіп қалды. Анар қомағайланып тамақ ішіп отыр.
Енді ғана байқадым, самайына ақ түсіп, көзінің астына ісік пайда болыпты. Үстіндегі киімі кір-кір, аяғында нәскиі жоқ. Анар, неге жалаң аяқ жүрсің деп сөз бастадым. Нәскиім жоқ деп ойлайсың ба? Аяғым ісіп кете береді. Содан кейін аяқ киімім қысады. Әдейі шешіп тастағам. Шекесі тырысып, дауысы шаңқ етіп шықты. Бұрын білдей бір компанияның сәулетшісі едің. Мына түріңне жанашырлық танытаба сөйледің. Ақыл айтпаш, еріккеннен бекер ажырастың. Жақсы жігіт еді, жұмыс үйі бар. Құрман қойшы, сен оның қандай екенін білмейсің ғой. Шешесінің сөзінен шыға алмайтын, сараң болатын. Енем 10 жыл қу жетім деп өмірімді ойран етті. Айтшы, кім әке-шешесінің қалтасына салып жүреді? Енді еріккеннен ажырасқалы міне 16 жыл болды. Неге қайта тұрмыс құрмадың? Қазір дұрыс еркек бар ма? Тауып берші, қазір-ақ үйленейін. Сен менің басымды қатыру үшін үйіңе алып келдің бе? Тыныш отырып тамақтанайыншы. Жақтырмай қабағын шытып, көзін алайта қарады. Не айтарымды білмей тілімді тістедім де қалдым. Қарсы алдымда мүлдем басқа Анар. Мен білетін әпкем қайда? Менің адал ниетімді түсінер емес. Соншалықты өресі тар, көбектігі жоқ еді ғой. Өзімді итейіп отырған бір сүйкімсіз адамдай сезініп, орнымнан тұрып кетіп қалдым. Анар біраздан кейін барып дастархан басынан тұрып, 2 қытай ала сөмкесімен киім-кешектерін шығарып, мен отырған бөлменің ортасына шашып тастады. Үйдің үшін жайма базарға айналдырып жібергенін іштей жақтырмасам да, онымды білдірмей-ақ қойдым. Жыртылған әбден кір болып кеткен киімдерін сұрыптап, біразын апарып, кір жуғыш машинаның ішіне салып қойды. Тым еркін, үстел үстіндегі Гүлназдың смартфонын шұқылап, бір музыка қосып қойды. Біраздан кейін диванға келіп, қасыма жайғасты. Құрмаш, мен бұл өмірде ешкім шын жақсы көрмеген. Анар, қойшы, болды, қияли әңгіме бастамай. Өзің сияқты Нұргүл де жалғыз. Күйеуінен ажырасып кеткен, 3 баласын асырап жүр. Әйтеуір пәтер жалдап болса да күнін көріп жатыр ғой. Сен бір айсамалға қарай алмадың, жүрсің мынау. Нұргүлге сен қарайласасың, ал сен менің қызымның қолына 1000 теңге ұстаттың ба осыған дейін? Сені осы қалаға тартқан, жұмысқа орналастырған кім? Менің Жомарт ағамның достары. Осы әңгімеңді қойшы. Егер мен өзім еңбек етпесем, Жомарттың достары баяғыда жұмыстан шығарып жіберер еді. Жүзімді суытып жақтырмай жауап қайырдым. Иә, бәріне өзің жеттің, өзің толдың, сені бүгіннен бастап Мықтыбек деп атаймын. Көзі қанталап кеткен Анар кекете тіл қатты. Бағана ғана әпкемнің ағызған тозған өмірі жаныма батып еді, енді мүлдем басқа күйдемін. Қызының бағана айтқан сөзі рас боп шықты. Бұның бақытсыздығына өзгелер кінәлі екен. Өз өміріне өзі қас, ақылы таяз, кеудемсоқ есірікке қалай айналып кеткен. Көкірегімдегі уайым жоғалып, оған тек жек көрініш сезімі бойымды билей бастады. Шекер тәтем жақсы адам еді. Өмірінің соңында ауыр індетпен күресіп дүние салған байқұс шешемнің атын мейірлене айтқанда көңілім босап кетті. Шешем сені өз қызындай жақсы көрді ғой. Иә, білем, сен де сондай болғансың. Ал анау қақпас кемпірді жек көретінмін. Сен қаншық менің қызымды құрттың деп ұратын. Сонда менің не жазығым бар еді? Құрмаш, айтшы, ой сенде бір. Анар, өткенді қайтесің, бақытсызсып. Бүгін мен өмір сүрсей, ол кез өтті кетті. Әжем қайтыс болды, өлген адам жайлы жаман айтудың қажеті жоқ. Құрмаш, сен білмейсің ғой, білмейсің. Ал мен оның маған неге өш болғанын білетінмін. Әкемнің де, шешемнің де, Жомарттың да өліміне сол қақпас кінәлі. Ренжіме, сен енді бұл жолы таза қудың. Жоқ, соңына дейін тыңдашы. Бәрі сол кемпірдің келуінен басталды. Папам бір айдай ішпей жүрген. Әжем өзі арақ берді сол жолы. Мамам шекер тәтем сияқты жуас емес еді ғой. Күйеу балаңызбен стакан соғыстырып отыруға ұялмайсыз ба деп ұрысты. Сосын ашуланып бөлмесіне барып жатып қалды. Содан кейін папам қарызға бір бөтелке арақ алып келді. Екеуі тағы да ішті. Әжем папама, анау қатыныңа не болған, тіпті жақтырмайды ғой. Күнде келіп жатқаным жоқ. Осы үйдің еркегі емессің бе, барып тұрғыз, дұрыстап шай берсін, алқаш деп сені адам санатына қоспайды деші. Құдайдың ризашылығы, ерімнің қабағында дейтін қатындар қазір жоқ деп мамама қайрап салды. Содан айғай-шу басталды. Папа мамамды ұра бастады. Сол кезде Жомарттың да келе қалғаны бар емес пе? Әжем басқаша сайрай жөнелді. Жомарт-ау, мына алқаш әкең қой демейсің бе? Байқұс қызымды өлтіретін болды ғой деп.
ойбай басты. Сосын арғы жағын өзің білесің, түнгі ұйқысыз өткіздім. Дөңбекшіп жата алар емеспін. Аналардың бағанағы әңгімесі кірпік айқастыруға мұрша берер емес. Ақыры күнде ұясынан көтерілді. Сол кезде ғана маужырай бастадым. Бірақ жұмысқа баруым керек. Жоқ, бүгін демалыс қой. Кеше күн жұма болғаны есіме түскенде мазамдалған ауыр ойлар ұйқыға жеңіліп, көзім ілініп бара жатты. Сол жатқаннан түсте бірақ ояндым. Әйелім кешегідей емес, қабағы ашыңқы. Тез жуынып кел, шай ішкелі жатырмыз деді. Анар да жайдары. Душқа түсіп шыққанын көрініп тұр. Алайда кеше жуған таза киімдерін кимеген. Құрмашжан, деді әдеттегідей атымды атамай, еркелетіп. Мен кетейін, қорықпа, шатырға бармаймын. Айсамалдың да мазасын алмаймын. Өзі білсін, не істесе де. Сен кеше біздің үйде біраз тұр дедің. Олай болмайды. Жұмысқа шығамын. Қазір жұмыс көп қой. Көлік жуушы болып та жұмыс істегенмін. Білесің ғой мені. Бала кезде де жұмыстан қашпайтынмын. Айтпақшы, намаз оқығым келіп жүр. Шіркін, мешіт салса ғой. Бір имамға үйленген дұрыс деп ойлаймын. Мешітте ақша көп болады екен. Осы Алматының талай мешіттерінде қондым. Ол жерде жақсы адамдар көп. Тамақ береді, киім-кешек те береді. Ұйқым дұрыс болмағандықтан ба, басымның мың-дыңғы боп шығып, түк те түсіне алмадым. Әйтеуір іштей кетемін дегенін құптап тұрмын. Әйелім де мәз. Анар кеткелі арада 2 апта өтті. Телефонымды жоғалтып алдым деген еді. Бәрібір бір үмітпен бірнеше хат хабарластым. Ала алмадым. Қараша соңы қарға ұласып күн суытты. Аяғына киіп жүрген жазғы аяқ киім еді. Қайда жүр екен? Өткенде тергеушідей сұрақтың астына алып, аяғында құрал қылды айтып жібергендей болдым-ау. Ішіндегісін айтып, ақтарылғысы сырласқысы келді. Іштей жиырылдым да қалдым. Қолына 3000 теңге бердім де тез қоштасуға асықтым. Айсамалға хабарласып ем, аға, уайымдап қайтесіз. Ол өлмейді, өзі сияқты біреулерді тауып алып, солармен жүрген шығар деп мен қазір Айсамалды да түсінуден қалдым. Әрине, өзімді де. 11-ші сыныпты бітірген жылы Талдықорғандағы құрылыс колледжіне түскен едім. Анар қалаға үйренгенше 1-ші жыл біздің қасымызда бол деп жатақханаға жібермей қойды. Жездем екеуі жарасымды жұп. Айсамал қуыршақтай сүп-сүйкімді бала. Еркін ол кезде аға лейтенант. Қаланың сыртындағы әскери бөлімде қызмет етеді. Жұмыстан кеш келетін әпкем екеуміз жездеме арнап тамақ әзірлейтінбіз. Айсамал болысқандай болып жүреді. Анар екеуміздің әңгімеміз бітпеуші еді ғой. Назардан тыс қалып қалған кішкентай Айсамал балконнан қуыршағын лақтырып жіберіп, алып кел деп еркелеп жылайтын. 4-ші қабаттан жүгіріп түсіп әпкеп берем. Қуыршағыңды енді лақтырсаң, балконнан өзім секіріп кетем деймін. Секірме, сені кім көтеріп алып келеді? Менің шамам жетпейді, ал мамамның қолы бос емес. Тамақ істеп жатыр деп шыр-пыр болатын. Біз күлетінбіз. Ол бір тамаша күндер еді. 1-ші курсты жақсы деген бағаға аяқтағаным, мен колледжді өз еркіммен тастап Алматыға кетіп қалдым. Шешем ауырып, жұмыс істеуіме тура келді. Анар мен Еркіннің айырылысқанын үйдегілерден естідім. Дәлірек айтқанда, әжемнен. Анамның қалын білу үшін жұмыстан 2-3 күнге сұранып келген болатынмын. Кешкі ас үстінде әжем, Талдықорғандағы қыздарға соқпадың ба деді. Жоқ, Үшаралдың автобусымен тіке өтіп кеттім деп жауап қайтардым. Анар әпкең байынан ажырасып кеткен деп қойып қалды. Әжемнің сөзіне сене алатын емеспін. Сұраулы сөзбен анама қарадым. Қайта-қайта жөтеліп отырған анам да маған бұрылды. Тіл қатқан жоқ. Өкінішке қарай солай болды деген жазуды жанарынан оқыдым. Әпкең жұмысына бастығымен әуейі болыпты. Жатыры қағынған ғой. Алқа шекесінің қарындасы дейді деді. Қан деген жібермейді ғой, деп әжем тағы да тыныш отырмай, тәбетім қашып орнымнан тұрып кеттім. Біз тұрып жатқан шаңырақ Ақшам ауданында жер үйлер ғана бар. Рысқұлов көшесіне шыққанда көп қабатты үйлерді көріп, Анар қай шатырда тұрып жатыр екен деп ойлауды шығардым. Онымды түнеу күні әйеліме айтып ем, жында әпкеңді іздеп Алматының барлық шатырларына шығып жүрме деп күлді. Анар қыстың соңғы айы ақпанда бірақ табылды. Бөлім меңгерушісі Маргарита Серевнова мені жылы қарсы алды. Психикалық сауықтыру орталығының аурасы ауыр екен. Дәрі иісі сіңіп кеткен дәліздерде адам қарасы көп емес.
Тек медбикелердің жетектеуімен бір-екілі емделушілерді көзім шалды. Маргарита Сергеевна кәдімгі аурухананың дәрігерлеріндей жеке кабинетіне қабылдаған жоқ. Бір диван ғана тұрған арнайы бөлмеге алып кірді. Сіз Анардың кімі боласыз? Деп сөзін бастады. Інісімін, туған. Жоқ, бөлесімін. Медбикелер сөмкесінен сіздің визиткаңызды тауып алыпты. Осыдан 2 апта бұрын бізге өте ауыр жағдайда түсті. Көше кезбесіне айналып кеткен ғой. Қайта Құдай айдап, әпкеңіз Қазыбек би көшесіндегі қалалық жедел жәрдем ауруханасына барыпты. Беліне шағымданыпты. Құжаты болмаған соң ол жақтағылар қарамаған ғой. Әпкеңіз айғай-шу шығарып қабылдау бөліміндегі медбикеге қол көтерген, терезенің әйнегін сындырған. Олар арнайы бригадамен осында алып келді. Қазір қалай? Уайымдамаңыз, жағдайы жақсарып қалды. Әзірге толық диагноз қойғанымыз жоқ, бірақ алдын ала болжамдар бар. Әпкеңіз кеше ғана ауруға шалдыққан жоқ. Басынан қандай да бір қиын жағдай өтіп еді. Мен қысқаша Анардың өмірін баяндап бердім. Бәсе, өзім де солай ойлап едім. Бала кезінде психикалық травма алған екен ғой. Сол кезде психологтарға апару керек еді. Соңғы рет көргенде жүріс-тұрысынан, сөзінен не байқадыңыз? Желігі басылмай кетті ғой. Аузынан бұл сөздің қалай шығып кеткенін байқамай қалдым. Сіздер еркектер ондайды кешіре алмайсыздар, намыстана қаласыздар. Дәрігердің бұл сөзін жақтырмадым. Оның бетіме шығып кетсе керек. Маргарита Сергеевна қоштаса бастады. Ұзақ жата ма дедім сасқанымнан. Бізге осы айдың 6-сы күні түсті. Толық 1 ай емделеді. Содан кейін дәрігерін беріп үйге Обскіге жібереміз. Аптасына 1 рет алып кеп тұрасыз. 2 аптадан кейін жағдайына байланысты көреміз. Қазір бір медбикені жіберем, әпкеңізбен жолықтырады. Сау болыңыз деді де кетіп қалды. Көз қысыңқы келген, ет жеңділеу, жасы шамамен 50-ден асқан медбикеге ілесіп әйелдер бөлмесіне кірдім. Есік арнайы кілтпен ашылады екен. Ұзын дәлізде 10 шақты әйел ары-бері теңселіп жүр. Мені көргенде барлығы кілт тоқтай қалды. Бейнебір біреу бұйрықпен тоқтаңдар дегендей. Маған меңірейіп қарап біраз тұрды. Қайтадан қозғала бастады. Теледидардың дауысы шығып тұрған бөлмеден қалың көзілдірік таққан, ыржалаң еткен бір орыс әйел шығып қасыма жетіп келіп терге жөнелді. Кімге келдіңіз? Кімге келдіңіз деймін, неге үндемейсіз? Анарға ма? Кімі боласыз? Інісімін. Бәрекелді, танысын қоялық. Атым Ольга Павловна, әпкеңіздің адвокаты боламын. Сізде керемет жоспар бар. Сараң жездеңіз ажырасқанда пәтерін шешесінің атын жазып жіберген екен ғой. Соны алып беремін. Сіз біздің командамызға кіресіз ғой. Не айтарымды білмей састым. Жүзіне зер сала қарадым. Қалың көзілдіріктен жанары көрінбейді. Аузы бір жағына қисайып кеткен екен. Иә дей берген сол еді, тағы біреуі келді. Әукесі шығып кеткен толық денелі қыз бала. Қанша мол денелі болғанмен бет жүзінен 30-ға толмағаны көрініп тұр. Ағай, мен сурет саламын. Көріңізші, тез көріңізші. Қазір медбикелер көрсе тартып алады. Өзін Әлиямын деп таныстырған қыз киімімен тартқылай бастады. Оның суреттерін көремін дегенше үшінші бір әйел келіп темекі сұрай бастады. Бұл үшеуінен мені бағанағы медбике арашылап алды. Барыңдар бөлмелеріңе деп айғай салды. Көзі қысыңқы келген әйел. Үшеуі зым беріп келген жақтарына тайды. Бірер минуттан кейін тәпішкесін сүйретіп Анар келді. Екеуміз кездесу бөлмесіне кірдік. Үстелге алып келген тамақтарымды шығарып алайып бір қарады да басын изеп амандасқандай болып тамақ жей бастады. Еден жуып темекі тауып жүрмін. Шылым алып келмедің бе? Деді басын үстелден көтермей. Қалтамдағы жарты қорап темекімді үстелдің үстіне қойдым. Аузына қасықпен тамақ салып жатып, екінші қолымен кенттің пачкасын қалтасына салып алды. Көрші үстелде қызына тамақ беріп отырған ыдыс аяғын жинай бастаған жасы 60-тағы әйел адам целлофан пакетті сылдырлата бастады. Анар әлгі кісіге жалт бұрылып, пакетіңді сылдырлатпай жина, қазір мына қасықпен көзіңді шұқып аламын деді, айғайлап. Бағана Маргарита Сергеевна не айтса да қарсы сөйлемеңіз деп ескерткен. Үндемедім. Көрші апа да сөйлеген жоқ. Тек бағанаға көзі қысыңқы медбике жетіп келді. Анар, тыныштық па? Не болып қалды деп жымиып. Тыныштық. Несі тыныштық? Мен мына жерден қашан шығамын? Қайда сығасың? Дұрыстап емделіп ал, деп медбике Анардың ақырын арқасынан сипап қойды. Жұмыс істеуім керек. Наурыздың 10 күні қызымның туған күні. Сыйлық жасауым керек. Емделіп шықсаң,
Қызыңа сол да сыйлық. Онсыз да рас дегендей әпкем басылып қалды. Тойдың дегендей алдындағы тәрелкені бір жаққа ысқырып қойды да, мені бір жағынан жынды қылған Айсамал ғой, әпкемнен айырдың, үйсіз өстім деп ылғи миымды жейтін деді. Тіл қатпадым. Әпкем екеуміздің қып-қысқа бірге отырған осы сәт мәңгілікке айналғандай. Тұман арасында алас ұрып, жол таппай тұрған жолаушыдаймыз. Ол ауыр күрсінді. Бұдан әрі үнсіз отыруға болмайды дейді. Іші дауыстып. Анар, бәрі жақсы болады, дәрігермен сөйлестім. Ертең-ақ емделіп шығасың. Жоқ. Бұл жолы әпкемнің дауысы баяу шықты. Мені көзіңмен бірге алып кет. Мына жерде мен адам болмаймын. Білесің ғой, мамамның да осындай жерде қайтыс болғанын. Айсамалға да сенің де үйіңе бармаймын. Мен шатырда тұра берем. Анар көзінен аққан жас пен мұрнынан тамған сораны елейтін емес. Солқылдап жылай берді. Қанат Тілеухан. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.